Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгінгі кейіпкерді ұзақ таныстырып отырудың керегі шамалы, себебі ол Наруто және Наруто Shippuden анимелеріндегі ең мықты шиноби Учиха Мадара. Және видеоны бастамастан бұрын айта кетейін достар, енді сіздер мені донат арқылы қолдай аласыздар. Сіздер берген донаттар қазақ тілді аниме контентті дамытуға жұмсалатын болады, себебі қазіргі уақытта мен сіздерге бомба контент дайындаудамын және оны аяқтау үшін маған сіздерден ақшалай көмек қажет. Реквизиттерді астына қалдырып кетемін. Ал енді бастайық. Учиха Мадара 24 желтоқсанда бүкіл әлемдегі тоқтаусыз соғыстар эпохасында дүниеге келді. Мадара Учиха Таджиманың 5 ұлының ең үлкені еді. Бала кезден бастап Мадара Учиха әулетінің бітіспес жаулары Сенжу әулетімен шайқастарға түсті. Сол шайқастарда ол 4 інісінің 3-еуінен айырылды. Оның тірі қалған інісі Изуна Мадарамен үнемі бәсекелестікте өсті. Осылайша екеуі өз күштерін тез нығайтты. Мадара шаринганын оятпай тұрып-ақ 3 ересек Сенжулықты өлтірген еді. Сол үшін оны өз кланы гений деп таныды. Мадара тез күш ала бастаған соң оның чакрасы орасан зор болды және ол өз-өзіне тым сенімді болды. Бала кезде ол Хаширама есімді баламен достасып, екеуі бірге жаттығу жасап уақыттарын бірге өткізуге тырысты. Көбінесе Мадараның әлсіз жерлерін Хаширама оңай табатын. Сол кезде Мадара ол қателіктерді оңай жөндеп, өзін одан әрі шыңдай түсетін. Мадара Хашираманың Сенжу әулетінен екенін білгенде онымен араласуын тоқтатты және өз жақын досын ұрыс алаңында өлтіруі мүмкін екенін сезіп, соған іштей бекінген ол өз шаринганын оятты. Келесі жылдары Мадара мен Хаширама соғыс майданында қайта кездесумен болды. Алайда Мангекё шаринганның күшін иеленсе де, Мадара Хаширамадан жеңіліп жүрді. Ал досын өлімге қимаған Хаширама Мадараға аяушылық танытып жүрді. Сол кездері Мадараның жүрегі қараңғылыққа бата қоймаған еді. Ал Мадараның өзі туған інісі Изуна үшін өмір сүріп, соның тілеуін тіледі. Алайда аяусыз шайқастар Изунаны өлімге ұшыратып, Мадара осы өмірдегі өзінің соңғы тірегінен айырылды. Тағы да уақыт өткен соң Хаширама мен Мадара өз әулеттерінің басшыларына айналды. Соны пайдаланғысы келген Хаширама екі әулетті татуластыруға бар күшін салды. Соғыстан шаршаған көптеген учихалар бұл ұсынысты қуанышпен қарсы алды. Алайда жүрегі қан жұтқан Мадара Сенжу әулетімен татуласуға асықпады. Ол Изунаның көздерін өзіне алып, мәңгілік Мангекёны оятты. Солай күштің жаңа деңгейіне көтерілген ол енді жай Мангекё арқылы өз денесін қинамайтын болды. Ақыры Хаширама мен Мадара кезекті рет шайқасқа түсіп, әдеттегідей Хаширама жеңіске жетті және ол өз өлімі соғыстарды тоқтататын болса, өмірін бейбітшілік үшін қиюға дайын екенін Мадараға жеткізді. Хашираманың сөздеріне тәнті болған Мадара Сенжу әулетімен татуласуға бел буды. Учиха Сенжу және басқа да көршілес әулеттер бір жерде жиналып, барлық әулеттер тату-тәтті өмір сүретін елді мекен құруды дұрыс деп тапты. Мадара мен Хаширама бала күнгі арманын жүзеге асырып, Мадара ауылдың атын Канохогакуре но Сато, яғни жасырын жапырақ ауылы деп қойды. Сол үрдісті басқа елдердегі әулеттер де қоштап, жақын арада Канохадан бөлек 4 ірі ауыл дүниеге келді. Күштер балансы сол кезде өзгерді және енді бұрынғы ұсақ-түйек қақтығыстардың орнына үлкен масштабтағы соғыстарға жол ашылды. Соны тез түсінген Хаширама басқа үлкенді-кішілі ауылдармен бейбіт келісімге келуге тырысты. Алайда Мадара бүкіл әлемді соғыстан аман сақтау үшін барлық мемлекеттерді және олардың жасырын ауылдарын бір орталыққа күшпен бағындыру керек деп есептеді. Осылайша Мадара мен Хаширама саясаты екіге бөлінді және осы саясат Хашираманы Хокаге титулына алып келді. Ал Мадара ақырындап артқы планға ығыса бастады. Сенжу әулетінің бүкіл ауылды басқаруға өз адамын қоюы Мадараны қатты шошытты. Себебі ол екі әулеттің арасындағы ескі жаралардың орны ашылып,
бүкіл ауыл Учихаларға қарсы шығуы мүмкін деп қауіптенді. Ауыл саясатына көп араласпай, адамдардың көзіне көп көрінбей жүрген Мадара Учиха әулетінің қарамағында болған тас плитадағы жазуларды оқуға көп күшін жұмсады. Плитадағы біраз мәтінді аударған ол шиноби әлеміндегі тоқтаусыз шайқастар жайлы, әлемдегі бейбітшілік орнатудағы сәтсіздіктер мен Учиха мен Сенжу әулеттерінің арасындағы ғасырлар бойы созылған қанды бақталастық жайлы және бүкіл әлемде қалай бейбітшілік орнату керектігі жайлы көп жаңа мағлұмат алды. Сол үшін Мадара Каноханы сәтсіз эксперимент деп танып, Хаширама мен өз әулетін соған сендіруге тырысты. Алайда, оны тыңдайтын адам табылмаған соң, ол 9 құйрықты түлкіні өз бақылауына алып, Хашираманы өлтіруге міндеттенді. Сол шайқаста Мадара өз Сусаносы арқылы Кюбині қаптап, Кюбині күшейте түсті. Мадара мен Хаширама екеуі де үлкен чакра көлеміне ие болған соң, шайқас өте ұзаққа созылды. Алайда әдеттегідей Хаширама жеңіске жетіп, осы жолы ол Мадараны өлтіргенді жөн санады. Мадараның өлімі жайлы ақпарат бүкіл әлемге тез таралып, әлем халықтары үшін күтпеген жайт болды. Алайда Мадара өзін әдейі өлтірткізіп, өз клонын өз мүрдесі ретінде тастап кетті. Және бір көзін Изанагиге құрбан еткен ол, шынайы өмірде болған жағдайларды өзгертіп, өзін тірілтіп алды. Хашираманың ДНК-сын алып үлгерген Мадара оны өз денесіне енгізіп, өз жоспарын іске асыруға көшті. Дегенмен, Мадара әбден қартайған шақта ғана Хаширама жасушалары оған әсер етіп, ол Риннеганға ие болды және Изанаги әсерінен соқыр болып қалған көзін қалпына келтірді. Риннеган арқылы Мадара ай бетінде тұрған Гедо Мазоны өзіне шақыртып, соның ішіне Хаширама жасушаларын салу арқылы ақ Зетсуды жасап шықты. Алдағы жылдары ол өз жоспарын бүге-шүгесіне дейін жеткізіп, оны Мугенсу Кьоми деп атады. Алайда жоспарды жүзеге асырғанша өліп кететінін түсінген ол, өз көздерін белгісіз әдіспен Нагато есімді нәрестеге тастап кетті және болашақта Нагатоны бақылауда ұстау үшін оған тағы бір адам керек еді. Тағы біраз уақыт өткен соң, ол өз ізбасары ретінде Учиха Обитоны таңдады. Сол жылдары Мадара бүкіл әлемде бейбітшілік орнату үшін кез келген жаман іске құрбандыққа баруға болады деген ұстанымға берік сенді және Учиха Обитоны өз қолына түбегейлі түсіру үшін ол Обито ғашық болып жүрген Нохара Рин есімді қызға қастандық жасап, оның командаласы Хатаке Какаши арқылы Обитоның көз алдында өлтіртіп жіберді. Обитоны өз қарамағына түсірген соң, Мадара оған өз жоспарын сеніп тапсырып, Обитоны жан-жақты дайындады. Обито әсіресе өтірік айту жағын Мадарадан жақсы меңгеріп алды. Мадара өлімінен соң Обито Акацуки ұйымын басқаруға көшіп, Мадараның жоспарын ақырындап іске асыра бастады. Дегенмен Мадараны Нагато емес, 4-ші әлемдік шинобилер соғысында Якуши Кабуто тірілтті. Кабуто Мадараны шинобилер альянсын тоқтату үшін қолданды және өз күшінің шыңына жеткен Мадара альянсты қалағанынша тепкінің астына алды. Мадара емін-еркін Хашираманың Мокутонын қолданды. Оның отты техникалары тым ауқымды болды. Ол аспаннан 2 үлкен метеоритті жерге түсірді. Пейн Рикудоның барлық 6 қабілетін оңай қолданды. Сол кезде оны тоқтатуға 5 кагенің өзі келген еді. Алайда Мадара олардың ит терісін бастарына қаптатып, 25 ағаш клоны мен 25 Сусано жасады. Өз Сусаносының 50 метрлік аяқталған нұсқасын көрсетіп, 5 кагені оңай таптап, оларды итше сабап кетті. Артынан Эдо Тенсей жұмысы тоқтаған сәтте, Мадара қолдарымен печат жасау арқылы Эдо Тенсей ықпалынан құтылып кетті. Сонан соң ол Обитомен бірге альянсты түбегейлі жоюға кірісті. Алайда шайқас барысында Обито асығыстық жасап Джубидің аяқталмаған нұсқасын шақыртты. Артынан Обито менмендік танытып Джуби Джинчурикиге атанды. Дегенмен ол жеңіліске ұшыраған соң Мадара қара Зетсу арқылы Обитоның денесін басқарып, өзінің денесін қайтарып алды. Өз денесін қайтарған Мадара соқыр болып қалды. Себебі ол өлген сәтте оның көздері оның денесінде болмаған еді. Сол үшін ол Хашираманың сензитсу чакрасын жұту арқылы сенин модына ие болып, жауларды өте жоғары деңгейде сезу қабілетіне ие болды. Мадара барлық құйрықтыларды қайтаруға тырысады, дегенмен оның күші бәріне бірдей жетпей жатты. Бірақ оның бір Риннеганын Обито тығып қойған жерден тауып алып келген қара Зетсу
Мадараны әжептәуір күшейтіп тастады. Сонан соң ол барлық құйрықтыларды қайта жинап, енді өзі де Джубидің жеңшөрекейіне айналды. Обитодан қалған Риннеганды алуға тырысқан Мадара Ичиби мен Хачибиның чакрасынан айырылып қалды. Келесі қадамын ойластырып жатқан Мадараға 8 қақпаны ашқан Майто Гай шабуыл жасап, оны біраз соққының астына алады. Мадара денесінің жарты бөлігінен айырылса да тірі қалады. Майто Гайдың күшін мойындап, оған алғыс айтқан Мадара енді оған құрмет ретінде оны өзі өлтіруге кіріседі. Алайда ойда жоқта жаңа күшке ие болған Наруто Гайды құтқарып қалады. Сол кезде белгісіз дауысты естіген Мадара сол дауысқа сеніп Джубидің ағаш күйіндегі бөлігін сорып алып, өз күшін одан әрі көбейтеді. Бірақ жаңа күшке ие болған Саске Нарутомен бірігіп Мадараға қарсылық танытады. Риннегансыз жеңбейтінін сезген Мадара Какашиден Обитоның көзін алып, Камуи әлеміне түседі де, сол жерден Обитодан Риннеганды алады да, оған екінші шаринганын қайтарады. Мадара Обитоға аз қалғанын түсініп, оған Рин жайлы бар шындықты жеткізеді. Қара Зетсу арқылы Мадара Обитоға Камуи жасатқызып, қайтадан ұрыс алаңына оралады. Саске мен Наруто Мадараны шабуылдың астына алады, бірақ ол екеуін Мадара Чибаку Тенсей арқылы залалсыздандырып, мәңгілік Цукиомиді сәтті іске қосады. Саске, Сакура, Какаши, Наруто және Мадараның өзін қоспағандағы бүкіл әлем Муген Цукиомиге түскен еді. Дәл сол сәтте Қара Зетсу Мадараға тұтқиылдан соққы жасап, өзінің шын мәнісінде кім екенін жеткізеді де, Мадараның денесіне жабысып, барлық адамдардың чакрасын Мадараның денесіне жинақтай бастайды. Мадараның денесі қатты ісініп, оның орнын Оцуцуки Кагуя басады. Жетінші команда Кагуяға қарсы күрес жүргізіп, оны өз әлемінде мөрлеп тастайды. Рикуду Сеннин жетінші команда мен Мадараны қайтадан осы әлемге қайтарады. Алайда оның күші Мадараны тірі қалдыруға жетпей қалады. Өзінің соңғы демдерін Мадара Хаширамамен сөйлесуге жұмсап, ақыр соңында Хашираманың көзқарастары жеңіп шыққанын мойындайды. Хаширама болса, Мадара қандай жаман іске барса да, оның досы болып қала беретінін айтады. Және сол жылы лебіздерден соң Мадара өз өмірімен қош айтысады. Осымен видеоны аяқтаймыз, достар. Және енді сіздер мені донат арқылы қолдасаңыздар болады. Реквизиттерді астына қалдырып кетемін. Ал видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар.